Қайырлы күн, қымбатты көрермен және әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы Абай ауылдық округінде атқарылып жатқан жұмыстар мен алдағы жоспарлар. Тема пресс-конференции о работе и планах Абайского сельского округа. Облысымыздың бас медиа алаңның құрметті спикермен таныстырып өтейін. Арыстанбек Мұратбек Дәкенұлы, Тұрар Рысқұлов ауданы Абай ауылдық округінің әкімі. Құрметті Мұратбек Дәкенұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Мархабат. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгін өздеріңізбен сұхбаттасудан кездесудің сәті түсіп отыр. Жалпы Тұрар Рысқұлов ауданы аумағында орналасқан Абай ауылының аудан орталығынан 5 шақырым аумақта орналасқан. Бүгінгі күнге жағдай бойынша ауыл ынтымағы бірлігі жарасқан алдын қатардағы ауылдар деп сеніммен айтуға болады. 2020 жылы облыстық үлгілі байқауында 2-ші орын иеленіп, 4 миллион грант сыйақы ұтып алдық. 2021 жылы Республиканың құрылым 30 жылдығына байланысты тәуелсіздіктің 30 айшығы деген номинацияға ие болып, республикадағы үздік 30 ауыл қатарына еніп, арнайы сыйлықтармен марапатталып қайттық. Енді жалпы ауылда 2137 адамды құрайтын 390-ға жуық аула бар. Халық саны жылдан жылға артып келеді. Оның себебі аудан орталығының типтер десе болады. Осыған байланысты енді бүгінгі таңда осы ауыл аумағын ауыл шекарасын кеңейту өзекті мәселе болғандықтан былтырдан бастап осындай шараны бастадық. Қазіргі таңда 200 гектарға жуық жерді ауыл аумағына тұрғын үй құрылысы үшін, ауыл аумағын кеңейту үшін атқарып қойдық. Енді жалпы ауылымыздың негізгі бағыты ауыл шаруашылық саласы болып есептелінеді. Бұрыннан ауыл шаруашылығына маманданған ауыл, оның ішінде егіншілік және мал шаруашылығын дамытумен айналысады. Ауылдағы мал басы жылдан жылға бізде өсіп келе жатыр, бірақ жайылым мәселесінен қазір күнге ташылық қойып отырған жоқпыз. Себебі қосымша резервтегі жерлер бар, және де игерілмей жатқан жерлерде мемлекет меншігіне қайтару арқылы, кейбір мәселелерді сот арқылы шешіп, соңғы 3 жылдың көлемінде ауыл аумағының жайылым, алыс, құм аумақтан, тау аумақтан біз 3000 гектарға жуық жерді біз босатып алдық. Мал басы өсіп келе жатқан тағы да бір әсер етіп жатқан жағдай, ауыл аманаты жобасына былтыр ауылымыз кірдідағы мал басы артты. Қазіргі таңға бізге ұсақ малдың өзі 7000-ға жуық ұсақ мал кіріп отыр ауылға қазір, 500-ге жуық қара мал және 400-ге жуық жылқы кірді. Бұның өзінің ауылдың жаңағы өсіп өркендеуіне, халықтың әл-ауқатының артуына өте оңтайлы, жақсы әсер етіп жатыр деп нық сеніммен айтуға болады. Ауыл аманаты жобасының бір қысқаша тоқталып кетсем, халыққа бір қажеттілігі пайыздық мөлшерлеменің өте төмендігі және ауылы жерде тұрған халыққа өте икемді. Және жаңағы қазіргі келісімшарттар негізінде жаңағы кезең-кезеңдерменен кестесін қойып алып, халық төлеуді бастап кетті қазір. Бұның өзі халықтың бүгінгі таңдағы өз шаруасын жүргізу үшін, өзінің әлеуметтік тұрмыстық жағдайын арттыру үшін оң ықпалын жасап жатыр. Соның нәтижесінде ауылда да техника базасы артып отыр. Биылғы жылдың өзінде біз осы ауыл аманаты бағдарламасы аясында 2 дана трактор, 2 дана соқа, 1 дән сепкіш, 1 тыңайтқыш және бірнеше техникалар артып 50 миллион сомаға. Енді Алла сәтін салса, осы басталатын жылы, биыл жылдың соңына дейін құжаттардың бәрі рәсімделіп, дайындалып, аяқталып келді. Облыс әкіміне болсын үлкен рахмет. Облыс әкімдігі тиісті басқармалар басшыларына ауылымызға құны 1 миллиардқа жуық сомаға таудан Қарақатты өзенінен және Батпай-Шекім каналынан суды әкелу үшін жер асты құбыр жобасы дайындалып, іске қосуға дайындалып қойды. Жалпы ауылда бүгінгі жаңа халық санының артуына байланысты халықтың да
кәсіпкерлік артып жатыр. Бір ғана ауыл аманаты жобасының аясында 160-ға жуық жеке кәсіпкерлік ашылды. Бұның өзі тұрақты жұмыспен айналысып жатқан адамдардың санының артуына үлкен септігін тигізіп жатыр. Ауылымызда осы ауыл аманаты бағдарлама аясында профнастил өткенде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Облыс әкімдігі келгенде барып көрді, профнастил шығаратын цех ашылды, және болашақта черепицаға шығаратын цехқа да қасынан кеңейту жұмыстары жүріп жатыр. Және де мінекей ауылда макарон, Мәдина сортты макарон өнімін шығаратында цехты ашу осы жылдың соңына дейін аяқталып қалады. Инвестиция енді соңғы 2 жылдың көлемінде ауылға жақсы қарқынды инвестиция тартылды. Бір ғана азамат ауылда шалқар асанов басқаратын кәсіпшілік сүт тауарлар фермасын құру жобасына 93 миллион теңгеге сементал тұқымдас Германиядан алып келді. Құнажындарды қазір төлдеп жатыр. Және де осы кешенді дамыту жұмыстарына да өзінің қосымша 263 миллион қаражатын қосып отыр. Бюджет пен салық мәселесі бойынша бізде күрделі өзекті мәселелер жоқ. Барлық жұмыстарды заң аясында мемлекеттік сатып алулар заңының талаптарын қатаң ұстанып отырып жүргіземіз. Биылғы жылдың өзінде жаңағы аудандық коммуналдық шаруашылық автомобиль жолдары бөлімінің қаржыландыруымен құны 43 миллион 623 мыңға баратын 2 көше толық асфальттанып жөнделді. Сонымен қатар ауылды жарықтандыру жұмыстары, ауылда әлеуметтік инфрақұрылымдар дейді ғой, ауыл 100% газбен, 100% ауыз сумен, 100% түнгі жарықпен қамтылып отыр. Бұл мәселеде жаяу жүргіншілер жолы, спорт кешендер, 3 футбол алаңы, жалпы ауыл жастарының, балдарының спортпенен осы уақыттарында тиімді, орынды айналысу үшін біз барлық жағдайларды жасауға күш салып жатырмыз. Ана жастар орталығы бұрын тойхана еді, онда да көп ақша қаражатқа емес, үлкен кешенді осыдан 1 жыл бұрын, 1,5 жыл бұрын сатып алып, жастар орталығын айландырып, ішінде балдардың жаңағы күрес залы, бокс залы, бильярд қойып қойғанбыз, теннис столдары бар, тренажерный бұрыштары бар, өздерінің сәттіліктерін балдар атқарып жатыр. Бұның өзі ауылда, бұның өзінде қазіргі ауыл аманаты бағдарламасының келуі, ауыл жаңағы жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға арналып бағытталып жатқан жұмыстардың нәтиже шығар деп ойлаймын. Өйткені бізде ауылда соңғы 3 жылда қылмыс болған жоқ. 5 жыл деп айтса да болады. Өйткені үлгілі ауыл байқауын біз жеңіп алған кезде біз осы ауылдағы әлеуметтік мәселелердің, ауылда шиеленістердің, наразылықтардың, арыз шағымдардың болмауы нәтижесінде біз қол жеткіздік деп мен ойлаймын. Сол кезде сондай баға берілген болатын. Әлеуметтік көмектер, жаңа тоқталып кеттім. Жылдан жылға енді әлеуметтік көмектер азайып жатыр. Айыс болатындар деді ғой, өйткені бізде ол ауыл аманаты бағдарламасына кірген ауылдар ол міндетті де азаяды адам саны. Өйткені ауылға қаржы кірді, үлкен көлемде сомада халық өзінің тіршілігін жасау үшін қаржы алды. Ол өзін жұмыспен қамтыған адамдар есептенеді, және әр ашылған жеке кәсіпкерліктер ең аз дегенде 1-2 адамнан жұмысқа қамтып, қазіргі таңда медициналық сақтандыруын, жаңағы басқадан әлеуметтік жарналарын төлеп жүргізіп жатыр. Бұл мәселеде газ жүйесі туралы тоқталып кеттім. Енді білім саласы бойынша ауылымызда бір орта мектеп бар, Абай атындағы орта мектеп. Бұл жерде де оқу тәрбие процесі тиісті оқу тәрбие жоспарын атқарылып жатыр. Бұл жердегі бірақ мәселе болып тұр. Енді 25 жылға ма, 24 жылға ма жоспарланып тұрған осы мектепті күрделі жөндеу қажет. Өйткені 2003 жыл соғылған, мемлекетіміздің қамқорлығының арқасында зілзаладан кейін 6 ай, қысқа мерзімде 3 айдың көлемінде соғылған мектеп әлі сақталып тұр, бірақ қазір енді соны ұстап қалып, қайтадан жаңғыртып, жөндеп қоятын болса, 10 жыл асыпты. Бұл нұр үстіне нұр болар еді. Спорт, басқа мәселелерден жоқ, енді құжат айналымы дейді. Енді шүкіршілік деп айтайық. Соңғы айттым ғой, соңғы 3-4 жылдың көлемінде ауылда мал ұрлығы орын алған жоқ. Ауыл ішілік наразылық мәселелер орын алған жоқ. Себебі өйткені бізде ауылдың ақсақалдар кеңесі
мемлекет емес қоғамдық ұйымдар бізде жақсы жұмыс істейді, оны анық ашық айтуға болады. Ол бірнеше рет бұқаралық ақпарат құралында жарияланды. Себебі бізде билер кеңесі, билеріміз үш ақсақал ауылды жақсы басқарып тұр. Ардагер кеңесі мен аналар кеңесі, ақылшы әжелер кеңесі деген бізде кеңестер бар. Өте бір формалды емес, шынайы жұмыс істейді. Өйткені тұрмыстық кешірімдер болып жатқан жағдайда ауыл ішіндегі шиеленіс болып жатқан кезде, отбасылық жағдайларда біз көбінесе көп араласамыз бұндай мәселелерге. Үйінде барып, үй жағдайында сөйлесу. Жаңағы енді ажырасу мәселесі бізде соңғы жылдарда жоқ деп айтуға толық негіз бар. Соңғы 3 жылдың көлемінде ажырасу орын алған жоқ, оның өзінде ауылда тату сыйластықтың, адамгершілік қағидаттарының сақталып тұрғандығынан деп ойлаймын. Бұның бәрі өзіміздің ағаларымызбен, аталардың, әжелердің, үлкен кісілердің барлығының ауылға қосып атқан осындай шынайы тірліктердің арқасында. Енді кері байланыс қоғам мен билік арасындағы дейді. Біз енді ауылдағы барлық, енді қазір әлеуметтік желінің цифрландырудың дамыған кезі ғой. Мен ауылдағы барлық чаттарда өзім отырмын. Барлық чаттарда халықпен кері байланыс өте жолға қойылған. Өзімде әлеуметтік қазір нелер пайдаланатын интернет жүйесін белсенді пайдаланатын азаматтың бірім деп есептеймін. Конкурстар болсын, жарыстар болсын, үздік ауыл, үздік әкім, алдыңғы қатарда келетін ауылдардың бірісіздердің. Рахмет. Енді қосымша қосып кетсем, анау сұрақта тұр екен, түскен сұрақтарда көктем мезгілінде Білімші ауданы кейбір ауылдарын су алды, сіздің ауылда жағдай болды. Рас, осы жылдың басталатын қаңтар айында Рысқұлов ауданы бірінші ауылын су қаптады, өйткені жер қатқақ, жердің тоңына байланысты жаңбыр жауды, су арналарымен алды. Дұрыс, біздің ауылға да келді, екі ауылдың ортасын сай өзекпен, бұрынғы табиғи арна болатын алды. Бір үш үйдің ауласына, аумағына су жіберіп алды, ол жасыратын ештеңке жоқ. Оның алдын ала дайындалған судың мөлшері көп болғандықтан бөгетті, біздің дайындаған, күз айында дайындалған бөгетті бұзып алып өтіп кетті су. Енді соны бірден жоспарлап, тірліктерді атқарып, қазір таңда 2 километрге жуық ені кейбір тұстарда 5-5 ені тереңдігі 4 метр 5 метр болатын үлкен орлар, каналдар, дренаж каналдарын қазып алды. Енді ұрымтал су келетін жерлерге енді болашақта мұндай нәрсе қайталанбайтын шығар деп мен ойлаймын. Қазіргі таңда ауылдағы ең өзекті Сайын біздің ауылдарға келіп кетіп жүр. Соңғы рет осы облыстың қазіргі әкімі Ербол Қарашөкеевтің өзі де соңғы рет ауыл аманат бағдарламасымен танысып кетті. Сондықтан басшылар, қонақтар, бұқаралық ақпарат құралдары жиі келетіндіктен біз ауылды жинақы, таза, барлық әлеуметтік инфрақұрылымдарды қосуға, былай дайын етуге әр уақытта сергек жүреміз. Және бізде өзекті мәселе бар еді, жаңағы Қарақатты өзеніменен Ботпай шықымынан келетін тау суын жеткізетін каналдар тозып кеткен болады. Бұл бетондар қираған, енді қараусыз қалды ғой кезінде. Соны биыл жөнделсе, енді болашақта өзекті деген мәселе бізде енді анау ауылішілік жарықтандыру, ол енді уақытпен шешіледі, жоспарда тұр. Мына мектептің жаңағы бір күрделі жөндеуін атқарып берсе, мына ауылда мәдениет үйі менен спорт кешенінің соғы жоспарда тұр. Осы екі мәселе бізде болып тұр. Мектепті күрделі жөндеуге қою және мәдениет үйін соғу барлығы да салааралық басқармалардың жоспар. неде НИТ санатындағы жастар тіркелген бе, бар ма ауылда? НИТ санатындағы жұмыссыз жастар ешқайда тіркелмеген. Онда енді бізде жұмыссыз жастар қатарына кіретін жоқ ау бізде. Жоқ деп нық сеніммен айтуға болады. Өйткені осыдан 2-3 жылдар бұрын жүретін енді бір бос жастар. Қазір мына ауыл аманаты жобасы келгеннен тек қана бір ауыл аманаты жобасымен айландырып жатқан. Өйткені осы ауыл аманаты жобасының өзін бізде осы 160 адамды оң шешіліп тұр. Нақты егер цифрлармен көрсететін болсақ, мына осы ағымдағы өтіп жатқан жылдың өзінде 77 адам бізде тұрақты жұмысқа қамтылды. Ана 160 жеке кәсіпкерлік болады ауылда. Жоқ,
жастар жұмыссыз жүрген жоқ деп. Жақсы. Ал дипломмен ауылға жобасы аясында мамандар келіп жатыр ма? Жалпы ауданда маман тапшылығы бар ма сіздерде ауылда? Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша былтырғы жылы бізде 2 адам келді, 2 жас келді. Өзінің жұмысын атқарып жатыр. Енді аудан көлемінде бізде көбінесе жиналыстарда айтып тұрады ғой, біз жаңа медицина саласына керек болып жатыр. Және мына білім саласында химия пәнінің мұғалімі, физика пәнінің мұғалімі, математика пәнінің мұғалімдері жетіспеушілігі бар деп